Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Мен сендерге компьютер құрылғылары пәні бойынша процессор құрылғылары тақырыбындағы бейне сабағымды ұсынамын. Бұл бейне сабақта сендер процессор құрылғысы, процессордың құрамы, процессордың негізгі параметрлері, түрлері, өнімдерінің даму кезеңдері, процессордың ұясы немесе сокет жайлы және де қазіргі таңдағы заманауи процессорлар туралы мәліметтермен таныс боласыңдар. Жаңа тақырыпқа кіріспес бұрын AEM-нің даму кезеңдерін еске түсірейік. Қазіргі біздің қолданып жүрген компьютерлеріміз алғашқыда электронды есептеуге арналған машина деп аталды, және олар өте үлкен, көлемді, біршама аймақты алып жатты. Олардың элементтік базасы ретінде электронды лампалар пайдаланылды. Келесі AEM-нің екінші кезеңінде, яғни 1958-64 жылдар аралығында AEM-нің элементтік базасы ретінде жартылай өткізгіштік транзисторлар пайдаланыла бастады. Ал AEM-нің үшінші кезеңі, яғни 1964-71 жылдардан бастап элементтік базасы интегралды сызбалар, яғни микросхемалар негізіндегі құрылғылар пайда бола бастады. Демек, осы кезеңнен бастап үлкен көлемдегі құрылғылар кішірейтіліп, микропроцессорлар өндіру кезеңі дами бастаған екен. Енді осы бүгінгі біздің бейне сабағымызға арқау болып отырған процессор құрылғысына тоқталайық. Процессор дегеніміз машина нұсқаулықтарын орындайтын, бағдарламалар беретін операциялардың орындалуына жауап беретін, компьютер процестері мен қондырғыларын басқаратын, компьютердің аппараттық қамтамасыз етуінің негізгі бір бөлігі. Кейде оны микропроцессор деп те атайды. Процессор немесе микропроцессор компьютердегі орталық мәліметтер өңдеу құрылғысы болып табылады. Орталық процессор бұл компьютердің ең негізгі жұмысшы компоненті. Ол аналық тақтаның жүрегі болып табылады, себебі үнемі жүйелік тақтаның басқа да элементтерімен өзара байланыста болады. Процессор құрамына келетін болсақ, ол регистрлерден құралған өте көп транзисторлар кіретін әртүрлі технологиямен өңделген таза кремний монокристалдардан тұрады. Регистрлер бұл бірнеше разрядтан тұратын өте жедел жылдам жады. Ал транзисторлар көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және компьютерде барлық есептеулер мен ақпарат өңдеу жұмыстарын орындайтын электронды микросхема. Физикалық тұрғыда процессор бірнеше шаршы миллиметрлік тікбұрыш формалы кристалл кремнийдің жіңішке пластинкасы деуге болады. Онда орналасқан басты функционалды компоненттер ядро, запроцессор, өтуді болжау модулі, бірінші деңгейдегі кэш жады, екінші деңгейдегі кэш жады, жүйелік шинаның интерфейстік модулі. Енді осы айтылған функционалдық компоненттерді қысқаша сипаттап өтейік. Ядро дегеніміз қарапайымдандырылған процессор, яғни процессордың жүрегі. Запроцессор өте нақты және күрделі есептеулер үшін, сонымен қатар графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу үшін қолданылады. Бірінші деңгейдегі кэш жады үлкен немесе аса тез жады, аралық есептеулердің нәтижелерін сақтауға арналған. Екінші деңгейдегі кэш жады бұл жад алдыңғыға қарағанда кішкене баяу, бірақ көлемі жағынан үлкенірек болып келеді. Кез келген процессорды негізгі 4 параметрлері арқылы сипаттауға, ажыратуға болады. Бірінші разрядтылығы, екінші процессордың жиілігі, үшінші процессордың кэш жады, төртінші жылдамдығы. Енді осы процессордың негізгі 4 параметрлерін қысқаша сипаттап өтейік. Бірінші разрядтылық. Процессор бір операцияда өңдейтін
ақпарат көлемі. Яғни AEM әлемінде бір разряд бит деп аталады. Егер AEM бір ретте 8 разрядты өңдей алса, онда процессор 8 разрядты деп аталады. Егер 32 разрядты өңдей алса, онда процессор 32 разрядты деп аталады. Процессор микросұлбасының разрядтылығы қаншалықты көп болса, ол соншалықты ақпаратты тез өңдейді. Процессордың жиілігі ол мегагерцпен есептеледі екен. 1 мегагерцте секундына миллион тактілік жиілік болады. Тактілік жиілік деп отырғанымыз қаншалықты жоғары болса, процессорге түскен мәліметтер соншалықты тез өңдеп беретін мүмкіндігі болады. Процессордың кэш жады. Процессор өңдейтін мәліметтерді жедел жадыдан алады. Ол өзінде еш нәрсені де сақтамайды. Онда мәліметтер өңделетін ұяшықтар өте аз. Процессордың жұмысын жеңілдету үшін кэштеу технологиясы қолданылады. Яғни кэш деп отырғанымыз шағын ұяшықты жады. Буфердің қызметін атқарады. Егер бір нәрсе жалпы жадыда өңделсе, яғни бір мәлімет жадыда өңделсе, оның көшірмесі кэш жадыға түседі. Жылдамдық бірлік уақытында операциялардың орындалу саны. Процессор өнімдерінің даму тарихына тоқталайық. Әлемде процессор құрылғысын өндіруші фирмалар өте көп. Солардың ішіндегі ең ірі, ең танымал және ең қолданыста көп ие фирмалар ол Intel Corporation және AMD фирмасы. Ең алғашқы процессорлерді осы Intel фирмасы өндіре бастады. Яғни 1971 жылдан бастап Intel фирмасы 40-04 процессорлерін өндірумен бастады. Соған сәйкес AMD фирмасы да өзінің процессорлерін 74 жылдардан бастап AMD 90-80 өнімімен жарыққа шығара бастады. Бұл суретте көріп отырғандарыңыз ең алғашқы Intel фирмасының өндірген процессорлері. Осы суреттерден байқағандарыңыздай, процессор құрылғылары әр шығарылған сайын сыртқы келбеті өзгеріске ұшырап отырған, яғни тікбұрышты бейнеден шаршы бейнеге ауысып, өте жіңішке бейнелері шығарыла бастаған. Келесі суретте Intel фирмасының Pentium өнімдері және де заманауи қазіргі қолданыстағы 2 ядролы, көп ядролы процессорлердің бейнесі көрсетіліп тұр. Енді процессор ұясы немесе сокет деп отырғанымыз, бұл процессордың аналық тақшадағы орналастыру орны. Әрбір аналық тақшада өзінің сәйкесінше процессорге арналған моделі болады. Сол модельге сәйкес процессор орнатылады. Бұл суретте процессордың аналық тақшадағы орналасу схемасы. Көріп тұрғандарыңыздай, аналық тақшайы онда 2 көпір болады, оңтүстік және солтүстік көпір. Солтүстік көпірде біздің осы процессор құрылғымыздың сокеті ұясы орналасады. Оның қасында міндетті түрде жедел жады орналасады. Енді қазіргі таңдағы заманауи процессорлерге тоқталайық. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда процессорлер Intel Core i3, Core i5, Core i7 деген таңбалық белгілермен шығарылып жатыр. Бұл дегеніміз 3, 5 немесе 7 ядролық деген мағынаны білдірмейді. Ол қате түсінік. Бұл белгілер, яғни i3, i5, i7 деген тек маркетингтік шығарылым белгілері болып табылады екен. Intel Core i3-ге тоқталатын болсақ, ол 2 ядролы болғандықтан Dual Core деп аталады. Сонымен қатар, оның 4 ядролы түрлері де бар. Оны Quad Core деп атайды. Intel Core i5-ге тоқталатын болсақ,
Онда 2, 4, 6 ядролы шығарылымдар бар. Ал Intel Core i7-ге тоқталатын болсақ, ол 2-ден бастап 10 ядролы шығарылымдарына дейін шығарады. Сонымен қатар, қазір экстремалды мықты үстелдік дербес компьютерлерге арналған Intel Core i9 деген шығарылымдар бар. Оның ядролары 10-нан бастап 18 ядроға дейінгі шығарылымдары бар. Олар яғни қазіргі серверлік, мықты графикалық ойындарға, бейне қызметтерге арналған өте экстремалды мықты үстелдік компьютерлерге арналған процессорлер. Енді практикалық тапсырма орындамас бұрын бейне үзіндіге назар аударыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау біздің процессор құрылғымыз. Оны арнайы өзінің ұясына, сокетке абайлап орналастыру керек. Тіс жерлерін жарақаттап алмай, қатты салмақ салмай орналастырып бекітеміз. Процессор құрылғымыз қызып кететіндіктен, оның үстіне кулер, яғни желдеткіш орнатамыз. Келесі оперативті жад орналастырады қасына. Оның өзінің арнайы слоты бар. Енді осы екеуін орналастырып болған соң, корпусқа аналық тақшаны бекітеміз. Сосын бейнекарта. Бейнекарта құрылғысын өзінің арнайы PCI портына орналастырамыз. Келесі пластикалық бекіткіш кейске қатқыл дискті орналастырамыз. Қатқыл диск орналастырылды корпусқа. Келесі қорек көзі. Қорек көзін өзінің арнайы орнына орналастырамыз. Ендігі жұмыстар арнайы кабельдер мен жалғағыштардың барлығын рет-ретімен орналастырып шығамыз. Барлық құрылғылардың өзінің кабельдерін, SATA кабельдер, PCI порттарын, ATX пауэрлерді барлығын рет-ретімен орналастырып жалғап шығу керек. Барлық жалғағыштарды жалғап болғаннан кейін компьютерімізді іске қосамыз. Тоқ көзіне жалғап, компьютерді қосқан кезде, егер құрылғылар дұрыс жалғанған болса, экранда осындай бейне пайда болады. Яғни компьютеріміз дұрыс іске қосылды деген сөз. Осы бейне үзіндіде көрсетілгендей, процессорды аналық тақшадағы ұясына орналастыру. Екінші, аналық тақшаға басқа да ішкі құрылғыларды рет-ретімен орналастырып, жүйелік блокты жинақтап, компьютерді іске қосу. Практикалық тапсырманы орындап болсаңыздар, үйге тапсырма. Бүгін біз сабақта Intel фирмасына көп тоқталдық. Енді үйге тапсырма ретінде AMD фирмасының заманауи мықты шығарылымдары жайлы слайд жасап келу. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.